Ел егемендігін алған 30 жыл ішінде Махамбет ауданының өзге өңірлерден оқ бойы оза шауып, талай жетістікке жеткені әмбек аян. Әсіресе ауыл шаруашылығы саласындағы қарқындылық көз қуантпай қоймайды. Соның ішінде өңірдегі таңдай ауылы көріктігімен, экономикасымен таңдай қақтырып келеді. Бұл өркендеу, өсудің жолында қаншама маңдай тер төгілді. Қаншама жан аянбай еңбек етті. Несібесін туған өлкеден тере жүріп, кіндік қаны тамған мекеннің өсіп өнуіне бар саналы ғұмырын арнаған азаматтар қатарында біздің де әкеміз Қуатов Жауынбай Асанғалиұлы да бар. Ол 1953 жылы 4 сәуірде қарапайым шаруа отбасында дүниеге келген. Әкесі Асанғали 2-ші дүниежүзілік соғысқа бастан аяқ қатысып, елге аяғынан мүгедек болып оралса да, еңбек етуден еш қол үзбеген жан. Ол Таңдай ауылының оңтүстік шығысындағы Боқсақ өзенінің арғы бетінде орын тепкен Чабанский деп аталатын шағын ауыл маңында тар өсіріп, егін бригадирі болып жұмыс істеген. Кейіннен жұбайы ханым екеуі өз бастарына бөлек табын алып, ірі қара өсіруге бет бұрды. Адамның бір қызығы бала деген демекші, уақыт өте келе шаруа отбасы Мария есімді қыз бен Шегебай атты ұлмен толықты. Ал одан кейінгі дүние есігін ашқан әкемізді Жауынбай деп атаудың да өзіндік сыры бар екен. Бірде қос, бірде киіз үй тігіп, сиыр баққан Асанғали атамыз 1953 жылдың көктемінде Боқсақтың Жауынбай деп аталатын Шүңейттеу тұсына келіп қоныстанады екен. Шарана дүниеге келген кезде жаңбырда толастамай жауып тұрған сәт еді. Жер атауы мен табиғаттың құбылысы 4 жасар Шегебайға әсер етті ме, бәлкім кім білсін. Інімнің есімі Жауынбай болсын депті, кішкентай бауырына мейірлене, қуана көз салып. Балғынның меселін қайтарғысы келмеген ата-анасы оның тілегін құп көріпті. Жауынбайдан кейін қарындасы Дариға, інілері Кеңесбай мен Асқар дүниеге келген. Ес білгелі қой қоздап, түйе боздаған ауылдың мамыражай тірлігін көріп, малым жанымның садағасы, жаным арымның садағасы дегенді құлаққа құйып өскен Жауынбай Асанғалиұлы 1970 жылы Таңдай орта мектебін бітірген соң әкесімен бірге 2 жылдай мал бағып, оған қолғабыс етті. Ата кәсіптің қыр-сырын игеріп, әкесінің шаруашылықтағы тәжірибесін үйреніп, ақылын көкейге түйумен болды. Кейін кеңес әскері қатарына шақырылып, отан алдындағы әскери борышын ойдағыдай өтеп келген соң, кейбір жастар секілді жастық екпіннің жетегіне ілесіп, қалада қалуды мақсат тұтпады. Ол Гурьев ауыл шаруашылығы техникумына саналы түрде келген жан. Басты мақсаты қойнауы құтты туған өлкесінің төскейін 4 түлікпен толтыру. Бабадан қалған дәстүрді дәріптеп алтын бесігін өркендету. Осылайша аталған оқу орнын ойдағыдай тәмамдаған жас алғашқы еңбек жолын Бақсай асыл тұқымды қой өсіру кең шарынан бастады. Қысы жазы еш толастамайтын шаруашылықтың қат-қабат жұмысы жас маманды әбден сынады. Азанда тұрып, кеш жату оның күнделікті әдетіне айналды. Өйткені кеңшар жұмысы босаң суды қажет етпейді. Жұмысшылар мен техника тізгіндегі өзге де қызметтермен тонның ішкі бауындай араласып, олардың мүддесімен санаса отырып, жұмысқа деген ынтасын арттыра білген бригадир Жауынбайдың жұмыс тәсілі, алған білім тәжірибесі еш кетпеді. Оған егіннің түскен түсімінің молдығы, еңбектің өнімділігі дәлел тұғын. Қызметті нәтижелі жасайтын алғыр жігіт кеңшар әкімшілігінің де назарына ілінді. Осылайша ұйымдастырушылық қабілеті жоғары азамат механизация цехының гараж меңгерушісі болып тағайындалды. Бұл лауазымның да атқарар жүгі бригадирліктен асып түспесе кем емес. Өйткені
Жүзеге тарта техниканы кідіртпей, шаруашылықты техникамен өздіксіз қамтып отыру оңай шаруа емес. Оның бұзылғанын жөндету, керекті қосалқы бөлшектерді іздестіру, жетіспегенін жетістіру, жоқтан бар жасау, қалай болғанда да кең шардағы қайнап жатқан тірліктің тоқтап қалмау үшін күні-түні тынымсыз еңбек етуіне тура келді. Осылайша кең шар гаражы Жауынбай үшін екінші үйіне айналды. Білікті маман еңбек ете жүріп, Орал қаласындағы Батыс Қазақстан ауыл шаруашылығы институтында оқып, оны ойдағыдай аяқтады. Жан-жақты бәріне уақыт тауып үлгеріп жүретін тіс қаққан азамат кейін кең шардың бас инженері болды. Мал шаруашылығының қай кезде де мехнат ауыр, жауапкершілігі зор жұмыс. Сондықтан шаруашылыққа қажетті техника сақадай сай тұруы тиіс екенін білетін ол техникалардың жағдайын жіті бақылап, кеңшардың автопаркін тәртіпке келтірді. Қысқасы, бұл жұмысты да дөңгелетіп алып кетті. Қоғамның мүддесін өз мүддесінен артық қойып, бар жан тәнімен еңбек етіп келе жатқанына 10 жылға жуықтапты. Әлі де өзінің сүйікті қызметін жалғастыра берер ме еді? Алайда жаратқанның басына салған салмағы бұлар. Аттай шауып, адамдармен ақ бейілдесіп жүрген азамат қош жанарына келген кеселден арыла алмады. Сөйтіп 1996 жылы жұмыс жасау мүмкіндігінен амалсыз шектеліп қалды. Бірақ жанары суалса да еш жасымады. Еңбек етемін деген жанға ол үшін мүмкіндіктің шектеулігі сылтау емес. Сөйтіп, еліміз нарықтық жүйеге көше бастаған тұста, осы заманның ағымымен өзінің дербес қожалығын құрды. Үйде отырып ақ сол шаруашылықтың бар жұмысын атқарды, ұйымдастырды. Телефон нөмірлерін сипалап теріп, факспен де жұмыс жасай алатын болды. Жан-жақпен үзбей хабарласып отыруды да әдетке айналдырды. Бір сөзбен айтқанда, Қуатовтар әулетінің бас штабын басқарды. Жалған дүние, бабаларымыз жалт етіп өте шығар ғұмырдың өлшеулі екен осы бір ауыз сөзге сыйғызып кетіпті. Күні кеше ғана арамызда жүрген Асқар Тау әке, ардақты ата, еліне, елеулі, халқына қалаулы, қадірлі жан, кластасымыз Жауынбай Асанғалиұлы Қуатов туралы осындай естелік жазамын деп ойламап едім. Біз Жәкеңменен құрдас, бір жылдың төлі ретінде жолдас дос болдық. Жауынбай мектеп қабырғасында жүрген кезімізде өзінің сабаққа алғырлығыменен жақсы оқитын оқушылардың қатарында болғанына куәміз. Туған жеріміз Таңдай ауылының топырағында қызықтыра думанды балалық шағымызды бірге өткіздік. 1970 жылы мектепті бітіргеннен кейін арман қуып шартарапқа шашарап кетсек те, арамыздағы достықты үзілген жоқ. Күні бүгінге дейін отбасымызбен араласып келеміз. Жүктелген жұмысты бар күш-жігерін, білімін жұмсай отырып, түрлі лауазымдық баспалдақтардан сүрінбей өтіп, абыройлы қызмет атқарды. Ол ауыл шаруашылық өндірісінің туған ауылының әлеуметтік экономикалық өсіп өркендеуіне, мәдениеттің дамуына өлшеусіз үлес қосқанына үзеңгілес жүрген, бірге жұмыс жасаған кластастар куә болдық. Және оны мақтанышпен айтып еске алып отырамыз. Амал не? Жазымыстан озмыш жоқ. Тағдырдың қатал сынына көнуге тура келеді. Кластасымыз Жауынбай Асанғалиұлының жарқын бейнесі Таңдай орта мектебінің 1970 жыл түлектерінің көңіл төрінде, жүрек түкпірінде ұзақ сақталады. Біздер Жәкең бәріміз осы бір ауылда туып өстік. Біздің туып өскен жеріміз Боқсақ өзенінің арғы бетіндегі Чабанский деген жер. Сонда біздің кішкентай балалық күніміз өтті. Жәкең бізден үлкендеу болды. Ол кісі бізге аға, бір жағынан ол кісі жұмысқа бізден ертерек араласты. Арамызда 5-6 жас үлкендігі бар. Ол кісінің осы Балсай совхоз тарағанға дейін бірге жұмыстас болдық. Жұмыс жасаған мезгілімізде біздер Жәкеңменен қоян қолтық
артық сөзге келмей бір кісідей жұмылып бірге жұмыс жасадық. Бізбен бірге осы ауылдың азаматтары Сансыбай ағамыз, Әлбек ағамыз сияқты жігіттермен бірге жұмыстас болдық. Жәкең жұмыста өте талапшыл болды. Бірақ талапшыл болғанмен біреулер ойлап қалуы мүмкін, қатты екенді, бірақ ол кісінің ар жағы үй жұмсақ еді. Өзі басқарған коллективпен қоян-қолтық жұмыс жасады. Енді коллектив болғасын анда-мында нәрсе болмай тұрмайды. Біреулер ананы жасап қояды, біреулер мананы жасап қояды. Бері қарай келгеннен кейін ол жігіттерді мана коллективтің талқысына салады да, нағыдан біз не істейміз деп манағы ортақ шешімге келіп, сол манағы жігіттердің ары қарай тәртіпті болып, өзінің жұмысын жақсы жасап, адам болып кетуіне мана көп септігі дейді. Енді осы ауылдан Жәкең қандай адам болды десе, бәрі де бір ауыздан Жәкең жақсы кісі болды деп айта алады. Жақсы ісіменен, жақсы мінезіменен есте қалды Жәкең біздің ауылда. Есейіп ер жеткен балаларына сеніммен қарады. Олар да сол сенімнің үдесінен шыға білді. 4 түлік малды бабына келтіріп отырған Қуатовтар әулеті ауылдағы қайырымдылық шараларынан да тыс қалған емес. Әкеміз Жауынбай жыл сайын 1-2 қарасын сойып, міскін жандарға тегін тарататын. Ағайынға да қарасып, қолдан келген көмегін жасауға бейіл тұратын көңілі дархан даладай азамат өмірінің соңына дейін Қуатов шаруа қожалығына жетекшілік етті. Осылайша бар ғұмырын ауыл шаруашылығына арнап, ел рыздығын еселеуге өлшеусіз үлес қосты. Еңбегі жемісті азамат отбасында да бақытты әке болды. Жұбайы Зинаида Сәрсен қызы екеуі 5 ұл, 1 қызды тәрбиелеп, ұлағатқа жеткізді. Еңбек адамдарының балалары да ата-анасына қарап бой түзейді емес пе? Аллаға шүкір, еңбекпен есейген ұрпақтары бүгінде бір отаудың иесі. Қазіргі кезде балалары Айболат, қызы Эльмира, Бекболат, Нұрболат, Жанболат, Азамат отбасы құрып, ұл қыз өсіруде. Бірі Маңғыстауда, бірі Атырауда тұрса да, өз істерін барлап, кәсіппен айналысып жетілуде. Мен де Қуатов Жаумайдай кісінің ең кіші інісімін, есім Асқар болады. Өзі 1931 жылы таңдайда Бақшай совхозында. Содан ешбір мектеп жоқ, таңдайдың бірі сол ағамыздың қарауында жасадық. Ағамыз сол бізді бағалады, айтып өсіп адам қатарына қосты. Сөздің шындығы керек. Ешқандай жамандығын болған көрген жоқпыз. Халыққа досын айтты, халыққа көмектесті барлығына, ағайын тумаға да. Туғандарға бәріне жан ашып отырды. Ешқандай жамандық ойлаған жоқ. Болсын деп те. Ерте кетіп қалған болмаса, ол кісінің орны дейтін бөлек, сәпсен бөлек. Аяқ астынан кетіп қалды онда. Қимайсың, қимағанмен істейсің де. Жайлап отырып ақылын айтады інілеріне. Ағасында қамқор болды. Інілер бәрі інімізге, апасында, қандастарына бәрі ағайын тумаға тараған осы. Қуат әулеттерін тарағандардың бәріне қамқор болды. Ол кісінің артық ондай өр мінезде ондай мінез болған жоқ. Міне, осылай жан ұясы да, кәсібі де өрістеп, кеңге қанат жайған өнегелі әулет өткен жылдың қоңыр күзінде кенеттен қайғы бұлтын жамылды. Асқар Таудай әке, жанашыр бауыр, ел жұртының сүйікті ұлы, таңдайдың тарлан бозы, Жауынбай Асанғалиұлы бақи дүниеге мәңгілік сапар шекті. Дара біткен қасиетіңмен қаныңа, сергеттің ізгілікті жаныңа. Тірлігіңде селқос қарап көрмедің, дос жаран мен ағайынның қамына. Қиындыққа мойымайтын бай салды, әр балаңның болашағы ой салды. Сеніміңе түспеді әке еш селкеу, кәсібіңіз келешекке жол салды. Қалдырмады бұл ажал қапығымды, қадап айтар аңсаймыз ақылыңды.
жебей бергін рухыңмен ұрпағыңды, келе жатқан жолыңмен жарқын ізді. Жалпы Қуатовтар әулеті Таңдай ауылында іргесі бұзылмайтын, бір-біріне қамқор, бауырмал отбасы ретінде етене таныс. Кезінде Асанғали атамыз ерен ерлігімен, еңбекқорлығымен ауылдың, елдің сыйлы азаматы болса, оның жолын жалғап келе жатқан Жауынбай әкемізді де көзі тірісінде өңір халқы қадір тұтты. Бүгінде өнегелі жанұядан өсіп өнген ұрпақтары әке аманатына қылау түсірмей келеді. Себебі өзі бастаған аудандағы іргелі шаруашылықтың өнімдерін тұтынатындар да аз емес. Артына тәрбиелі ұрпақ, сол үрім бұтағына нәсіп боларлық шаруаның көзін тапқан ардақты әкеміздің асыл бейнесі мәңгі жүрегімізде сақталмақ. Адал еңбектің үлгісі болған бүкіл күш қуатын, кемел ақылын туған өлкесінің өсіп өнуіне арнаған әкеміздің жарқын жолы. Елі, жері, ұрпағы барда ешқашан өшпейтіні анық.